Отан, ұлағатты ұлым, қасиетті сөз. Енді отан деп соққан жүректеріңізге баршаңыздан осы келе жатқан мерекемен шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Осы тақырыпта бізге мейманымыз да студиямызға келіп жайғасты. Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасына Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы оңтүстік өңірлік қолбасшылығы, қолбасшысының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары полковник Ниязтай Әлкешев келді. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, қайырлы таң, Ниязтай Болатұлы. Көргенімізге өте қуаныштымыз, және алдымен мерекемен құттықтайық сізді. Алдымызда келе жатқан отан қорғаушылар күні мерекесі құтты болсын. Ең бастысы бірінші сіздерді құттықтауымыз қажет шын мәнісінде. Енді дәл сіздің оңтүстік қолбасшылықтың қалай тойлайсыздар негізі? Қалай атап өтесіздер? Енді біздің басты міндетіміз ол жауынгерлік қызмет. Сондықтан біз әрине бұл кездерде, осы мереке кездерінде жауынгерлік бірінші қызметтерімізді орындауымыз керек. Бізде аса маңызды нысандар бар, оларды күзетусіз қалдыруға болмайды. Жұмыс мерекесімен жұмыс өз орнымен жүру керек. Бұлай айтқанда да, бірақ біз де атап өтеміз бұл мерекені. Отан қорғаушылар біздің нелерде осы жыл бойы әскери борыштарын атқарған кезде көзге түскен, жанқиярлық қызметтермен көзге түскен жауынгерлер бар, офицерлер бар, келісімшарт бойынша қызметшілер, оларды осы кезге марапаттаймыз. Осы бүгінгі таңда сол шараларға марапаттап, ұлттық ұлан бас қолбасшылығының, министрдің бұйрықтары бар, соларды жеке құрамға жеткізіп, құттықтап, олардың отбасыларын құттықтап, сондай шарамен өткіземіз. Тамаша. Енді айта кетіңізші, осы ұлттық ұлан сабында жылына неше сарбаз қабылданады, неше сарбаз отан алдында борышын өтейді? Енді ұлттық ұланда осы оңтүстік өңірлік қолбасшылық айтатын болсақ, жылына екі мезгіл әскерге шақырылады. Ол мамыр айы мен осы маусым айында, және де осы қараша айы мен желтоқсан айларында. Барлық жалпы сан айтсақ, енді 4000-ға жуық жас жігіттер осы біздің қатарымыздан әскерге шақырылады. Солар әскери борыштарын атқарып, бір жыл атқарады, соның үйлеріне қайтып атқандар бар. Ондай да болады дейсіз. Енді айтыңызшы, дәл сіздің ұлттық ұлан тек қана осы жауынгерлік сипаттағы тапсырмаларды орындай ма, әлде басқа да тапсырмалары бола ма? Әрине, біздің енді басты міндетіміз ол жауынгерлік қызмет. Біз әскери құрылым болғаннан кейін, біз бірінші жауынгерлік қызметтерімізді орындаумыз керек. Жаңа мен басын айтып өттім, бізде осы аса маңызды мемлекеттік нысандар бар. Осы Алматының өзінде 3 мемлекеттік аса маңызды нысан бар. Оны күзетеміз. Содан кейін осы енді айта кететін болсақ, оңтүстік өңірлік қолбасшылыққа Қызылорда қаласындағы әскери бөлімдер, Шымкент қаласындағы әскери бөлімдер, Тараз қаласындағы, Талдықорған қаласындағы, осы қазіргі Алматы облысындағы әскери бөлімдер кіреді. Барлық саны 10-ға жуық әскери бөлім. Олардың әрқайсысы сол орналасқан қалаларында қоғамдық тәртіпті күзетуге жауынгерлік қызметке шығады. Осы біздің сарбаздар, осы қалада жүрген 3 сарбаз, ол біздің сарбаздар. Олар күнделікті, оларға демалыс та жоқ, оларға мереке де, енді мерекемен жаңа басын айтып өттік, бәрі жауынгерлік қызмет бір уақытта тоқтамайды. Бір уақытта тоқтамайды, ол сол атқарамыз. Ал енді бізде енді былайша айтқан кезде қоғамдық ұйымдар да бар. Өзіміздің әскери, жауынгерлік әскерленген қоғамдық ұйымдар бар. Енді барлығы біз қоғамнан тыс қалған жоқпыз. Қоғамда болып жатқан, әскерде болса да, қоғамда болып жатқан мерекелер бізде тойлаймыз. Қоғамдық ұйымдарымыз бар. Былайша айтқанда әскерге енді отбасылар мүшелерінің біреуі әскери адам болатын болса, олардың отбасылары бар. Оларды көзден таса қалдырмай, оларды бір іс-шарамен қуантып, әскери бөлімге шақырып, жастарды әскери бөлімге шақыртып, сондай істер атқарамыз біз. Тамаша. Енді біз жабық ұйым емеспіз ғой, былайша айтқанда. Әрбір азамат отан алдында борышын өтеу үшін әскерге келгеннен кейін осындай тек әскер ғана емес, қоғамдық ұйымдар мен қоғамдықта белсенділігін көрсете алады. Әрине. Тамаша. Енді менде мынандай бір сұрақ болып тұр. Бізде пандемия кезінде әскер борышын өтеген бір жылдан астам өткен шақтар болды. Көктемде қайту керек болған сарбаздарымыз болды. Олар пандемияға байланысты о жақта қалып, күзгі қабылдауға дейін күткен кездер болды елімізде. Енді мына пандемия кезінде, былайша айтқан кезде, енді пандемия талай біздің
өмірімізге бір өзгерістер енгізді. Біздің өзі күнделікті нелеріміз, атқарып жатқан жұмыстарымыздың өзін осы пандемияға байланысты өзгертіп, оны басқа жағынан келтіру керек болды. Енді бізге біздің ұлттық ұлан сарбаздары, мен сарбаздар деп бәрін айтып отырмын. Офицері бар, келісімсіз шарт қызметкерлер, сарбаздар бар, мерзімді қызметтегі. Олардың барлығы осы алдыңғы шепте болды. Барлықтарыңыз білесіздер, анау қалада қалалар жабылды. Қалаларда жабылған кезде біздің енді бастапқы кезде халық арасында енді былайша айтқанда түсінбеушіліктер де болды. Ана қаланы жапқаннан кейін сол қалаға басқа таса жолмен де кіріп кетпекші нелер болды. Енді сол жұмыстардың барлығы бізге жүктелді. Үлкен жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік болды. Сондықтан сарбаздардың, мен айтпаймын, бір жарты жылға қалдырдық деп. Бір айға жуықтай тоқтаған кездері болды, үйлеріне қайтармай. Ол кезде, бастапқы кезде білесіздер ғой, темір жолда тоқтап қалды, пойыздарда болған жоқ. Біз сарбаздарды өзіміздің техникамен үйлеріне жеткізген кездеріміз болды, бастапқы кезде. Өзіміздің автобустар бар, өзіміздің басқа да әскери техника бар, сонымен үйлеріне жеткіздік. Және де жас толықтырушыларды, болашақ сарбаздарды да сол недерден әскерге өз техникамызбен алып келген кездер. Ондай да сәттерді бастан кешірдік дейсіз ғой. Енді бастан Ниязтайға әңгімемізді сәл ғана үзе тұрайық осы жерден. Біздің құрметті көрермен, дәл қазір сіздердің назарларыңызға елімізде болып жатқан соңғы жаңалықтардан хабардар етеміз. Ауа райы болжамын ұсынамыз, және де шағын жарнама. Бұған қоса бағдарламамыздың екінші жартысынан көретін қызықты ақпараттарға шолу